Қайырлы күн, қадірлі көрермен және әріптестер. Жамбыл облысының өңірлік коммуникациялар қызметі тікелей эфирде өз жұмысын бастайды. Добрый день, уважаемые зрители. Коллеги, региональная служба коммуникации Жамбылской области начинает свою работу в прямом эфире. Баспасөз конференциясының тақырыбы білім беру объектілерінің жаңа оқу жылына дайындығы. Облысымыздың бас медиа алаңының құрметті спикерімен таныстырып өтейін. Жамбыл облысының санитариялық эпидемиологиялық бақылау департаменті басшысының орынбасары Әлібаева Салтанат Қордабайқызы. Құрметті Салтанат ханым, алаңыңызға қош келдіңіз. Сөз тізгіні өзіңізде. Рахмет, Карина. Қайырлы күн, құрметті Жамбыл облысы тұрғындары. Енді бүгінгі ақпаратқа сәйкес, мемлекеттің басым міндеттерінің бірі бұл балалар мен жасөспірімдер үшін білім беру нысандарында, объектілерінде қауіпсіз жағдайын қамтамасыз ету болып табылады. Қазіргі уақытта осы білім беру нысандарында жаңа оқу жылына дайындық жұмыстары жүргізіліп жатыр. Біздің Жамбыл облысының санитариялық эпидемиологиялық бақылау аумақтық басқармалардың мамандарымен осы жергілікті атқарушы органдармен құрылған комиссиясының жұмысына сарапшы ретінде қатысып мониторинг жүргізілді. 494 мектептің дайындығы қылды. Сонымен қатар департаменттің тарапынан және біздің аудандық басқармалар тарапынан біз аудан әкімдеріне, сондай-ақ білім басқармасына, білім бөлімдеріне осы мектептегі білім беру нысандардағы санитариялық эпидемиологиялық талаптарды сақтай отырып, қандай проблемалық мәселелер туындаған жөні және күрделі жөндеу жұмыстарын уақытылы аяқтау туралы хаттар жолдағанбыз. Енді біздің облысымызда 494 мектептің 443 мектебі бұл мемлекеттік мектеп, оның 51 мектебі бұл жекеменшік мектеп. Және 382-сі деп атамыз ғой, 73% немесе бұл типтік ғимаратта орналасқан, ал 112 мектеп немесе 23% бұл бейімделген ғимаратта орналасқан. Сумен қамтамасыз ету бойынша бізде 75% мектептер бұл орталықтандырылған сумен қамтамасыз етілген, 123 мектепте бұл 25% бұл жергілікті сумен қамтамасыз етілген, және бізде 2 мектепте тасымалдау сумен пайдаланады. Егерде су бұру жүйесіне келетін болсақ, 111 мектепте бұл орталықтандырылған су бұру жүйесі, ал 383 мектепте немесе 76% бұл жергілікті су бұру жүйесіне қосылған. Жылыту жүйесі не келетін болсақ, 85% немесе 85 мектеп немесе 17% бұл орталықтандырылған жылу жүйесіне қосылған, ал 409 мектепте немесе 83% бұлар жергілікті автономды жылу жүйесіне қосылған. Сонымен қатар балалар мен білім беру объектілерінде санитариялық нормаға сәйкес келмеген мәселелерді шешуге бағытталған бізде нысаналы индикаторлар айқындалған. Осыдан бірнеше жылы біз осыған мониторинг жүргізіп отырамыз. Қазіргі уақытта осы нысаналы индикаторларға сәйкес біздің аумағымызда апатты 3 ауысымда оқитын және тығыздалған мектептердің мәселесі әлі де өзекті болып отыр. Біздің Жамбыл облысымызда қазіргі уақытта 3 апатты мектеп бар. Шу ауданы бойынша Ғани Мұратбаев атындағы орта мектеп. Бұл мектепке 25 жылы Шу қаласындағы апатты орта мектептің мәселесіне осы мектепке спортзал, ат залын, асхана және асхана салу есебінен шешу жоспарланып отыр. Қазіргі уақытта мынау жапсарлай құрылыстың салу құрылысы басталып отыр. Мойынқұм ауданы бойынша Мұнаралы ауылындағы Қасымов атындағы және Қарабөгет ауылындағы Байтұрсынов атындағы орта мектептерде бұл мектептерге техникалық сараптама жүргізілді. Ол сараптама осы ғимараттардың апатты жағдайдағы екенін растады. Осы Мойынқұм аудандағы 2 мектептің мәселесі мынау жаңа мектеп ғимараттарының құрылысы соғуымен шешіледі деп күтіп отырмыз. Енді біздің облысымызда сондай-ақ 4 мектеп бізде 3 ауысымда балаларға оқыту жүргізіледі. Бұл Қордай ауданындағы 7-ші орта мектеп,
Бұл мәселе мынау жайлы мектеп, комфортная школа деп атамыз ғой, ұлттық жобасы шеңберінде мына Қордай ауданының Қарасу ауылында 300 орындық мектеп салу есебінен шешілетін болады. Мерке ауданында мына 48-ші орта мектеп және 21-ші орта мектеп бұл ғимараттарға негізі жапсарлай салу құрылыстары жүргізіліп жатыр қазіргі уақытта. Және мынау Тараз қаласы бойынша 13-ші шағын ауданында мынау жайлы мектеп, комфортная школа деп атамыз ғой, ұлттық жобасы аясында 1200 орындық жаңа мектеп құрылысы жүргізіліп жатыр қазіргі уақытта. Енді тағы да бізде екі тығыздалған мектеп бар. Бұл Тараз қаласы бойынша 55-ші және 53-ші орта мектеп. Бұл мектептің мәселелері мына Арай алқабында тығыздалу проблемасын шешу үшін осы 600 орындыққа орта мектептің құрылысы аяқталды. Қазіргі уақытта санитариялық, эпидемиологиялық қорытынды алу үшін құжаттар дайындалып жатыр. Енді 24-ші жылы мына білім басқармасының ақпараты бойынша бізде 41 білім нысанына қаражат бөлініп құрылысы басталған 24-ші жылы. Оның ішінде 26 мектеп, оның ішінде 26 мектептің ішінде 12-сі жайлы мектеп ұлттық бағдарлама бойынша және 15 мынау мектептерге жапсарлай құрылыс салу аясында. Бүгінгі таңда мынау 6 нысанның құрылысы аяқталуда. Бұл 4 мектеппен соғу және 2 мектепке жапсарлай салу құрылысы. Енді атап өтетін болсам, бұл Тараз қаласында, Қордай ауданында, Байзақ ауданында және Сарыкемер ауылында, Жуалы ауданында 1-ші мектеп гимназиясы. Жыл соңына дейін 19 білім беру нысанының құрылысын аяқталу жоспарланып отыр. Оның ішінде 5 мектеп, 7 мектеп жайлы мектеп жобасының аясында және 4 мектепке жапсарлай құрылыс салу. 1-ші қыркүйекте біз 3 жаңа мектеп ашылады деп күтіп отырмыз. Бұл Тараз қаласының Қазарма алқабындағы 180 орындық мектеп, Тараз қаласының Арай алқабындағы 600 орындық мектеп және Сарыкемер ауылындағы 600 орындық жайлы мектеп, комфортная школа. Сонымен қатар, 3 мектептің ғимараты жаңадан пайдалануға беріліп, тозығы жеткен мектептердің мәселесі шешіледі. Бұл Қордай ауданы Бәйтерек ауылындағы 150 орындық 45-ші орта мектебі, Мерке ауданы бойынша Аспара ауылындағы 150 орындық 2-ші мектебі, Аспара орта мектебі және Сарысу ауданындағы Миятас ауылындағы 50 орындық Сенбин атындағы орта мектеп. Енді мемлекет басшысының тапсырмасына іске асыру мақсатында біздің Жамбыл облысымызда 23-25 жылдары жайлы мектеп ұлттық жобасы аясында 9500 орындық 12 мектеп соғу жоспарланып отыр. Оның ішінде 7 мектеп, 24-ші жылы 7 мектеп, бұл 6200 орындыққа және 2025 жылы бұл 5 мектеп 3300 орындыққа арналған. Бүгінгі күні енді қазіргі уақытта 7 мектептің құрылыс жұмыстары жүргізіліп жатыр. Жоспарға сәйкес бұл жылдың соңына дейін біз 6 осы жайлы мектептің құрылысы аяқталады деп күтіліп отыр. Және бір мектеп 25-ші жылға өтпелі болып отыр. Енді бүгінгі күні биыл пайдалануға берілетін мектептердің құрылыс монтаж жұмыстары 80-95%-ді құрап отыр. Бағана жоғарыда айтып кеттім, 1-ші қыркүйекте осы жайлы мектеп ұлттық жобасының аясында Байзақ ауданында, Сарыкемер ауылында 600 орындыққа жаңа мектеп пайдалануға беріледі. Енді қазіргі уақытта 24-ші жылы бізде 4 мектеппен және қосымша білім беру нысандарында бізде күрделі жұмыстары жүргізілді. Қазіргі уақытта 4 мектепте олардың келісім шарт бойынша жөнделу жұмыстарын аяқтауы осы 24-ші жылдың тамыз айының соңы.
Бұл Жуалы ауданында, Сарысу ауданында 2, Жуалы ауданында 1 және Талас ауданында 1 мектеп. 5 мектеп бойынша, мынау шарт бойынша күрделі жөндеу жұмыстары аяқталу, бұл қараша-желтоқсан айы болып отыр. Енді мынау біз бағана жоғарыда айттым, осы 1 қыркүйекке дейін 4 мектептің күрделі жұмыстары аяқталады. Бұл Жуалы, Сарысу және Талас ауданында. Бұл жерде орындалған көлемі 85-98% құрап отыр. Енді осы 2024 жылдың 28 тамызындағы ақпарат алатын болсақ, 5 мектепке күрделі жөндеу жұмыстары аяқталған жоқ. Олардың орындалған жұмыс көлемі бүгінгі күні 46-75% болып отыр. Осыған байланысты оқушылар жақын орналасқан нысандарға уақытша оқитын болады. Енді тексеруге келетін болсақ, біз 2023-24 оқу жылдарында аумақтық басқарма мамандары мектептерге 69 жоспарлы тексеру жүргіздік. Және 305 ол жоспардан тыс тексерулер. Олар өтініш бойынша және нұсқамаларды орындалуын тексеру бойынша және прокуратураның талабы бойынша. Барлығы 305 жоспардан тыс және 69 жоспарлы тексеріс. Тексеру барысында осы анықталған кемшіліктер бойынша 281 әкімшілік айыппұл салынды, бұл 92 миллионнан астам сома теңгеге. Және 66 ұйғарым берілді. Енді анықталған кемшіліктер бұл санитариялық, эпидемиологиялық, санитариялық гигиеналық талаптарды сақтамау, оқу процесін бұзу, сондай-ақ су бұру жүйесінің дұрыс жұмыс істемеуі, ғимараттардың қанағаттанарлық жағдайы туралы сондай нәтижелері бойынша. Енді біз үнемі осы жергілікті атқарушы органдармен жергілікті тұрғындармен ақпараттық түсіндіру жұмыстарын жүргіземіз. Нысандардың өзімен жеке-жеке шақырып, балабақшаны бөлек, медбикелеріне бөлек, тағам объектілеріне жауапты тұлғаларға бөлек, жауапты мектеп директорларына бөлек семинар жиыныс өткізіп жатамыз. Сонымен қатар проблемалық сұрақтар бойынша хаттар дайындап жоспарлы түрде жіберіліп отырады. Енді 24 жылы біз білім басқармасымен, аудандық білім бөлімдерімен жергілікті атқарушы органдарға 148 ақпарат дайындалып жіберді. Барлығы бізде 51 семинар өткізілді. Бұқаралық ақпараттық құралдарға 50 мақала жарияланды. Радиорубка арқылы 64 әңгімелесу сөз ұйымдастырылып жүргізілді. Сонымен қатар 2000-нан астам біз әңгімелесу жүргізілеміз, жеке қабылдау жүргізілеміз және 460 дәріс оқылды. Сонымен қатар департаменттің біздің аумақтық басқармалары да өздердің әлеуметтік жерлердегі аккаунт парақшаларына 946 жариялама орналастырады. Мектепке қалай балаларды дайындау керек, қандай температуралық режим сақталу керек, сондай нелерде 5 дөңгелек стол өткізіп, 14 акция жүргізілді, ашық есік күндері ұйымдастырылады, жиын өткізіледі және парақшалар үнемі таратылып отырады. Енді менің қысқаша баяндамам осы. Сұрақтарыңыз болса, жауап беруге дайынмын. Баяндамаңызға рахмет. Құрметті әріптестер, тақырыпқа сай сауалдарыңыз болса, мархабат. Әріптестер, қосымша сауалдарыңыз болмаса, баспасөз конференциясын тамамдаймыз. Құрметті Салтанат ханым, алаңымызға келіп, тақырып аясында толық ақпарат бергеніңіз үшін алғысымызды білдіреміз. Құрметті көрермен, тақырыпқа сай туындаған сауалдарыңыз болса, Жамбыл облысы өңірлік коммуникациялар қызметінің әлеуметтік желідегі ресми парақшалардан немесе WhatsApp желісіне жолдасаңыздар болады. Аман, сау болыңыздар.